Сәлем достар. Мен бүгін биржада сауда жасау, ақша табу жолдары жайлы тақырыпты көтерсем деп отырмын. Жалпы трейдинг деген терминді естігендеріңіз бар ма? Биржа, форекс деген сөздер сіздерге таныс па? Бәлкім жұмыс жасап көрдіңіздер. Интернет желісін қарасам, бұл тақырып жайлы қазақша ақпарат мүлдем жоқ екен. Бәрі тек өзге тілдерде ғана. Сол себептен қазақ тілді аудиторияға бұл саланы кеңінен ашып, өз білгенімен бөліскенді жөн көрдім. Бұл тақырып қызық болса, сұрақтарыңыз болса төменде жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Бүгінше сіздерге биржа, қор нарығы, трейдинг деген не екендігін, трейдер деген кім, оның бұл нарықтағы орны, қалай ақша табатыны жайлы жалпылама бір түсінік қалыптасу үшін қысқаша айтып кетсем деп отырмын. Қор нарығы дегеніміз не? Қор нарығы деп бағалы қағаздар нарығын, яғни бағалы қағаздар сатылатын және сатып алынатын, ал олардың бағасы сұраныспен және ұсыныспен айқындалатын нарықты айтады. Қор нарығындағы саудаға түсетін басты тауарлар ол акциялар, облигациялар, опциондар, фьючерс келісімшарттар немесе әлемдік валюталар болуы мүмкін. Қор нарығын қор биржасы деп те атайды. Ал биржа қор нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы негізінде жасалатын өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы сауда айналымын, нарықтағы бағамен сатуды не сатып алуды ұйымдастырушы ұйым. Яғни биржа деп қаржылай сауда мәмілелерін жасау үшін сатып алушылар мен сатушылардың жиналатын орнын айтады. Биржаның табыс көзі сатушы мен сатып алушының саудасын ұйымдастырғаны үшін түскен комиссиялық төлемдерден құралады. Қор биржасындағы саудаға банктер, сақтандыру компаниялар, хедж фондтар мен инвестициялық компаниялар қатысады. Сондай-ақ бұндай алпауыт компаниялармен қатар саудаға жеке тұлғалар да қатыса алады, яғни трейдерлар. Трейдер дегеніміз кім? Ағылшын тілінен аударғанда саудагер деген мағынаны білдіреді. Ол істі өз қаражаты есебінен және жауапкершілікті өз мойнына ала отырып, дербес шешім қабылдайтын, бизнесті жеке өзі басқаратын тұлға. Ол нарықта сатып алушы да, сатушы да бола алады. Оның мақсаты тауардың сатып алынған бағасы мен сатылған бағасынан шыққан айырмасынан пайда табу. Биржада табыс табудың екі жолы бар. Олар арзан бағамен сатып алынған тауарыңызды кейін жоғары бағамен сату, жоғары бағаға сатылған тауарыңызды кейін арзан бағамен сатып алу. Яғни бұл жерде табыс нарықтағы бағаның өзгеруіне тікелей байланысты. Егер де сатып алушы алған тауарын алған бағадан жоғары бағаға өткізе алмаса, онда ол керісінше шығынға ұшырайды. Биржадағы бүкіл сауда операцияларын графиктен көруге болады. Графиктен ең бастысы біз бағаның қозғалысын бақылай аламыз. Қандай мерзімде, қанша уақытта баға өсті немесе төмендеді, неге деген сияқты сұрақтарға жауап табамыз. График туралы алдағы видеоларда әлі толығырақ айтатын боламын. Трейдер жеке өзі тікелей биржада сауда жасай алмайды. Ол үшін сенімді брокерлік компаниямен келісімшартқа отырып, жеке шот ашып, оған өз қаражатынан ақша салып, қалаған уақытында үйінде отырып сауда операцияларын жасай беруіне болады. Трейдинг дегеніміз не? Трейдинг деп қор нарығындағы сатып алушы мен сатушылардың арасындағы қаржылай пайда табу мақсатында жасалатын сауда операцияларын айтады. Жалпы, трейдингті жеке кәсіп деп қарастырған абзал. Себебі сіз нарықтағы бағаның қозғалысына болжам жасай аласыз. Жеке қаражатыңызды жеке бақылауда ұстай аласыз. Өз саудаңызға анализ жасап, өзгертулер енгізе аласыз. Саудаңызды табыс көзіне айналдыра аласыз. Трейдингке келгенде әркімнің алға қойған мақсаты болады. Ол әрине табысқа жету. Бірақ өкінішке орай, осы салаға көп адамдар бірден тез арада табысқа жетсем, көп ақша тапсам деген мақсатпен келіп, эмоцияға беріліп, көптеген қателіктер жібереді. Соның салдарынан барлық қаражатынан айырылып, сәтсіздіктерге ұшырап жатады. Осы салаға жаңадан келген трейдерлердің басты үш проблемасы. Бірінші, нарықтағы бағаның қозғалысын неден және қалай пайда болғанын білмеу, түсінбеу. Екінші, өз қаражатын басқара алмау. Үшінші, тәртіптің жоқтығы, өзін өзі ұстай алмау, эмоцияға ерік беріп қою. Егер де осы басты проблемалардың шешуін тауып, жеңе білсе, міндетті түрде келешекте табысқа жетеді. Жетістікке апарар жолға алғашқы қадамын жасайды. Бұл жол бірден айтам оңай жол емес. Статистика бойынша 1000-нан 10-ы ғана табысқа жетіп жатады. Осы саланы меңгеріп үйренем дейтіндер болса, бастапқысында ең бірінші барлық қаражатынан айырылып қалмауды үйренсем деп мақсат қоя білу керек. Сосын тағы бір айтарым, бұл салаға жаңадан келушілердің ең басты қателігі. Ол брокерлік шот ашып алып, алғашқы жарнасына банктен барып несие алып ақша салып жатады. Немесе отбасылық бюджеттен күнделікті тұрмысқа жарататын ақшадан алып салып жатады. Бұл ең үлкен қателік, олай жасамаңыздар.
артылып жатқан ақша болса, содан салған дұрыс болады. Ол жоқ болып жатса, ол үшін демо-шоттар бар. Алғашында сол демо-шотта сауда жасап көріңіздер. Бұл салада өз қабілеттеріңізді тексеріп көресіздер. Бүгінше осы достар. Видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылып комментарий қалдырыңыздар. Бұйырса жалғасы болады.